Құрметті оқырман, әңгімені тыңдамас бұрын арнаға тіркеліп алуды ұмытпаңыз. 18-ге толған шағым. Оқудың 2-ші курсын аяқтап, ауылға келдім. Жаз айы, ауыл адамдары түгел қарайған. Оңтүстіктің аптап-ыстығы қойсын ба. Қаладан келген аққұбар еңдімін. Алыс жолдан келген соң күні бойы ұйқы түнге жалғасып кетті. Шешем оятты. Айналайын-ау, тұра ғой енді. Ағаларың келіп отыр сені көруге. Тұрсам, ет піскен. Әкемнің 3 інісі түгел жиналыпты. Амандық саулықтан соң ас үй жаққа беттедік. Бір көрікті сұлу жүр. Басындағы орамалы бір шарасымды. Фигурасына сөз жоқ енді. Ініме қарап, кім деп ымдасам, әкемнің інісінің жаңадан алған әйелі екен. Жеңгеміз кетіп қалып, ағамыз ауылға жаңадан аптекада жұмыс істейтін осы сұлуды алыпты. Жасы 25 шамасында. Ағам кенже бала болған соң, басқаларымыздан жағдайы жақсы, атыдан қалған мал дүниеге сол ие. Содан болар, мына Бикештің де тез сынғаны. Сөйтіп жүріп, жеңгемен де таныстық. Өзі сұқтына қарайды екен. Сендей сұлу қайным барын ағаң айтпаған, деп күледі. Содан күндер зымырап өтіп жатты. Ағам көкпар ат ұстайды. Үнемі көкпары қайда болса, мейлі алыс болсын, қалмайды. Бір күні ағам мен інімнің көкпарға кетті. Әке-шешем көрші ауылға тойға кеткен. Жеңгемнің үйіне барып, отынын жарып беріп, айналшықтап жүрмін. Ауылда жүрсе де жұмыртқадай әппақ. Кешкі тамақ ішіп болып, көрші бөлмеге төсек салыпты. Жаттым, ұйқым келмейді. Ақыры жеңгемнің есігін аштым. Спальняда түнгі көйлекте терезенен түскен айға шағылысып, ақ тәні ұйықтап жатыр. Қайтып кеп орныма жаттым. Жаңағы бейне көз алдымнан кетер емес. Содан қайта тұрдым. Есікті ашып ішке кірдім. Жеңгем тәтті ұйқыда, аяқ жағынан барып отырдым. Көйлектің бір жақ етегі ашылып, жұмсақ санеті ашылып жатыр. Содан не болса да ол болсын дедім де, ақырын үстіне шығып, ерінен сүйе бастадым. Ол сәл оянғандай болып, жан, келдің бе? дейді. Жауап қатпадым. Тамағынан иіскеп төмен түстім. Жеңгем ұйқылы ояу, өзі деп қояды. Түнгі халаттың белбеуін шешсем, жоғарғы жағы емшегі көтеріліп шыға келді. Төс тартқыш кимеген екен. Екі алмасын кезек-кезек аймалап, ұштарын сүйіп, тіліммен айналдырып жатырмын. Жеңгем кайфқа кірді ме, сразу атып тұрды. Қайным, бұл сен бе? Үндемеңіз, деймін. Мұның не, ұялмайсың ба? деп мені итере бастады. Сен бір көргеннен ұнаттым, деп бас салдым. Үстіне шығып алып, сүйіп жатырмын. Ол тыпыршып қарсылық білдіріп жатыр. Бір амалдап, трусиіне қолымды салып, ана жерін сипалауға көштім. Жеңгем ақырындап жуаси бастады. Содан алмаларын сүйіп, кіндік тұсына кеп, ақырындап трусиін шешіп, ана жеріне томпиған бетін иіскеп сүйе бастадым. Жүндері де аздап өскен. Ана жерінде керемет иісі бар екен. Одан сайын құмарым атты. Жеңгем шаштарымды сипалап, шеті аспанда қалықтап кеткен. 10 минуттай солай жалғастық. Жеңгем сол уақытта екінші рет ішін босатып үлгерді. Содан ақырындап аяғын керіп, аспабымды сүңгітіп жібердім. Жеңгем әлі сол аспанда қалықтап жүр. 5 минуттай біріншісін тастап, жеңгемнің үстіне құлай кеттім. Өмірімде мұндай кайф көрмегенмін. Енді сенен ешқашан қол үзбеспін, дейді. Сендей тәтті жеңгемнен мен де бас тартпаспын, дедім. Содан жеңгеме ана жерімді сипалатып, қайта шаптым. Таң атқанша 4 рет құйдым. Таңды ұйқысыз атырдық та. Мен үйге кетіп қалдым, ұйқыны союға. Жеңгем байғұста шаршаған болар. Ол да ұйықтайын деді. Содан жаз бойы ағам көкпарға кеткенде, жеңгем екеуміз осылай жасап жүрдік.
жеңгеммен қауышып өткен 2,5 айдың қалай өткенін де білмей қалдым. Қимай-қимай қалаға оқуға аттандым.